Қайырлы күн қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Дана Мырзакулова. Бүгін сіздермен шоколадты печенье жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті өнімдер: какао, Рахатский немесе Малайзияда бола береді, бір жұмыртқа, майды ертіп алдық, одан кейін разрыхитель, шекер, ұн және де міндетті түрде весы қажет. Кірсегенді. Ең бірінші бір жұмыртқаға шекерімізді қосамыз. Граммдарды видеоның астында сіздерге қалдырамын, сондықтан ол жағынан мүлдем уайымдамаңыздар. Осы шекер мен жұмыртқаның құрөзін жақсылап араластырамыз. Жұмыртқа мен шекерді қосып болған соң ертілген майды қосамыз да тағы бір рет жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін ұн және де разрыхитель какаоны қосамыз. Оны міндетті түрде ситадан өткізілген болуы қажет. Мен бұның барлығын ситадан өткізіп дайындап қойғанмын. Міне, артығын алып тастаймын. Так. Одан кейін разрыхительді қосам. Разрыхительден 8 грамм қосам. Одан кейін какао қосам. Какао менде Малайзия какаосы. Міндетті түрде қайттан тар дегенді басам, яғни 0-ге. Какаодан 30 грамм қосам. Осыны енді жақсылап араластырам, яғни қамыр сияқты болады. Сопақша етіп міне печеньелеріміз жасап шықтық. Духовканы алдын ала қыздырып алдық. 180 градусқа 12 минутқа саламыз. Қыздар, біздің печеньеміз духовкада 10-12 минуттай тұрды. Енді бетіне сахарная пудраны себеміз. Сахарная пудраны сеппесеңіздер де болады, ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Рецепт өте жеңіл. Видеоның астына рецепті толығымен сіздерге жазып өтетін боламын. Ұнап жатса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоға шабыт беру мақсатында каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.